1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытай қалай өзгерді? Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Қытайда екі саяси партия – коммунистік партия, Коминдан партиясы болды. Қытайда азамат соғысы жылдары 1946-1949 жылдары болып өтті. Осы азамат соғысының нәтижесінде коммунистер жеңді. 1949 жылы 1 қазанда Қытай Халық Республикасы жарияланды. Мао Цзэдун Қытай жаңа дәуірі төңкерісінің көсемі 1930-1970 жылдар аралығында Қытай Халық Республикасының компартиясының жетекшісі. Мао Цзэдун идеялары Қытай төңкерісі мәселесінде қайта қарастырумен байланысты болды. Мао Цзэдун жаңа дәуірдің әлемдік ауқымында Қытай төңкерісінің мәнін байыптауға тырысты. Дэн Сяопин Қытайдың мемлекет және қоғам қайраткері 1956 жылы Қытай коммунистік партиясы ОК-ның бас хатшылығына сайланып, 10 жыл бойы осы қызметті атқарып жүрді. Қытай коммунистік көсемдерінің біріне айналды. Мәдени төңкеріс жылдарында орын алып саяси қуғынға ұшырады. Дэн Сяопин саяси өмірдегі өрлеу мен құлдырауы оның принциптілігі, батылдығы мен жаңашылдығына тікелей байланысты. Ол мәдени революция аяқталғаннан кейін Қытай халқын екінші төңкеріс жасауға шақырды. Ал Мао Цзэдун оппозициялық топтармен күресу үшін мәдени революция деп партия мүшелерін қудалауға кірісті. Азық-түлік өндіру ең төменгі жағдайда болды. Мао Цзэдун елдің қиын жағдайға қалдырды. Жаңа демократия құру туралы айтылды. Мәдени революция науқаны бойынша өзгерістер белгіленді. Дэн Сяопин қалаларда еркін және жеңілдік берілген кәсіпкерлік аймақтар ашылды. Шетел капиталын елге кіргізу қарастырылды. Реформалар жүргізу науқаны басталды. Ауыл тұрғындары азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Ұсақ кәсіпкерлерге бизнес қолдау көрсетілді. Өнеркәсіп елді күнделікті тұрмыста пайдаланатын техникаларды өндіруге кірісті. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.